Жақында Швеция академиясы осы 2017 жылғы Нобель сыйлығының лауреаттарының тізімін жариялады. Осылардағы осы жылғы әдебиет сыйлығының иегері Ясунари Кавабата, Кинзебуро Оэ сынды жауһар жазушылардың ізін жалғастырып, Ядзуро Касигура атты жапон жазушысы, британдық, бірақ түбі жапондық жазушы, жылғы Нобель сыйлығының иегері атанды. Жалпы біз әлем әдебиеті тарихына қарап отыратын болсақ, мына 20 ғасырдан бастап әлемдік бір әдебиетте өзінше орнын алған, доминантты рөлге ие болған жапон әдебиеті өте бір қарқынды оқытылды, жазушылық өнер бір даму жолына түсті. Тіпті қазірдің өзіндегі 20 ғасырдағы Харука Мураками, Банан Исимото сияқты жазушылар қазірге дейін мынау әлемде өте танымал. Енді сізге біз мынандай бір сұрақ, осы жапон әдебиетінің феноменінің артында не жатыр? Неліктен ұлы жақсы деп саналады? Иә, жапон әдебиеті шынымен де үлкен мектеп. Мысалы, орыс әдебиетін 19 ғасырдағы орыс әдебиетін алтын ғасыр деп есептейді. Мысалы, жапондар негізінен Акутагаваның өзі айтады, біздің ұлы орыс әдебиетінен көп үйрендім дейді. Сондан жапондардың феномені неде дегенде, мен айтар едім олардың дәстүршілдігінде. Жапон әдебиетінде мына Моногатари деген орта ғасырлық повестер жинағы бар. Бұл жапон әдебиетіндегі мынау өмір сүрген Акутагава болсын, Ясунари Кавабата болсын, Коба Абе болсын, осылардың барлығы осы өздеріне дейінгі орта ғасырлық жапон прозасын өте жетік меңгерген. Сондан әсіресе Акутагаваның Ворота Расемён, Мухи Ада деген шығармаларында көбінесе осы сол кездегі орта ғасырдағы болған императорлардың сарайларында болған оқиғаларды айтады да, бірақ соны айта отырып, ол осы кезгі проблемаларды көтереді. Бұл өте шебер әдіс. Бірақ өкінішке қарай біздің қазақ әдебиетінде сол кездегі проблемаларды көтеріп отырып, қазіргі кездегі проблемаларды қозғайтын әдебиеттер некен саяқ. Содан біз содан үйренуіміз керек қой деп ойлаймын. Біз бірден қазіргі жайдақ түрде қазіргі өмірді жазамыз дейміз, бірақ оған оны жазуға көбінесе шеберлігіміз де жетпей жатады, және басқа да жазушылықтың компоненттері жетпей жатады. Жақсы, енді тарихты өңілетін болсақ, 1945 жылы 2-ші дүниежүзілік соғыста Жапон мемлекеті жеңілді. Сол кезде Жапон қоғамында Жапон рухын көтеру деген мәселе. Бірі қызы сол кезде екі арна қалыптасты дейді зерттеушілер. Бірі мына ерлік бастау деп айтады. Самурайлық дәстүр, жаңағы қылышты идеалға алатын ерлік бастау. Және екінші ол гейшалық, шай құю дәстүрі сияқты нәзіктікті, әйелдік бастау деп айтады. Эстетикалық бастау. Дұрыс. Мысалы, ерлік бастауды Юкио Мисима тұрса, басында әйелдік бастауда Ясунари Кавабата. Дұрыс айтасыз. Енді мынандай сұрақ сізге. Осы сияқты бастаулар, осындай бір мәдени үндестік бар ма қазақ әдебиетінде осындай бастауларға? Бізде енді мынау біздің ата-бабаларымыздың тарихы бәрі ерлік дәстүрі негізінен. Және ерлік дәстүрімен қатар жалпы ерлік пен нәзіктік қатар жүреді. Мысалы, Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романын оқысаңыз, бұнда біз Ораз Мұхаммед ол ерлік дәстүрінің өкілі еді, ал Айшажек Бегім ол нәзіктіктің символы. Сондан бізде қазақ жазушыларында осы екі арна қатар өрілген. Әсіресе мына Мұхтар Мағауиннің шығармашылығында, оның шығармашылығының шыңы болып есептелетін алтын Аласапыран романында осы екі бастауды біз көре аламыз. Жақсы. Енді Юкио Мисиманың айтатыны бар. Біз эстетикалық бастауымыз ешқайда бара алмаймыз. Бізге ерлік, нақты әрекеттер керек деп айтатын бар. Дұрыс. Бірақ бір қызығы мына Есенғали ақын айтады ғой, Раушан ағамыз. Батырша тұрып түрегеп, отырдым жылап ақынша, жолымды тостым міне деп жолбарыс тағдыр атылса. Дұрыс. Сонда ол Жапон әдебиетін қарап отыратын болсақ, еркектің өзінде бір нәзіктіктің болу керек екендігін, әйел женственность дейді. Ал әйел адамның бойында да бір еркектіктің болу керек екенін айтады. Осы екі нәрсенің дифференциясы қалай ойыңызша? Адам бойында философиялық сұрақ енді. Иә, бұл мындай бір мәселе. Мынау жалпы осы кез келген батырдың да жүрегі бар. Бірақ сол адам батыр болып қалыптасу үшін, яғни батыр деген ұғым ол қазіргі біздің ұғымда, әдебиетте ұғымда батыр дегеніміз ол өте
парасатты адам, иә, мынау ел үшін, жер үшін мысалы, құрбандыққа бара алатын адамды біз батыр дейміз. Бұрынғы жайдақ батырлық, жаңағы ақкөз батырлықтың заманы өтіп кетті. Қазір бұрын білекте бірді жақса, қазір білімді мыңды жағатын заман келді ғой. Сонан осы мәселені Иосиф Бродский көтереді. Өзінің Нобель сыйлығын алған кезде Швед академиясының жасаған баяндамасында Иосиф Бродский мындай бір мәселе көтереді. Эстетика бірінші ме, әлде этика бірінші ме деген сұрақ көтереді. Иосиф Бродский жоқ дейді. Эстетика бірінші дейді. Яғни сұлулық туралы ілім бірінші. Неге? Өйткені сұлулықты сезінбейтін адамда адамгершілік болмайды дейді. Сонда мынау негізінен сонда мындай бір мысал келтіреді. Жас бала дейді, әлі ақыл толмаған. Бір адамды қабылдайды, бір адамды кәдімгідей итереді дейді. Қабылдамайды. Неге? Ол адамды ақыл парасатымен қабылдап тұрған жоқ дейді. Ол эстетикалық түйсігімен қабылдап отыр дейді. Сонда Мұхтар Шаханов айтады ғой, поэзия әсемдікті мүсіндеу, ал поэзия әсемдіктің белгісі дей ме? Сол сияқты жыр қадірін түсінбеу, гүл қадірін түсінбеу әлде қайда сорақы дейді. Сонда мынау шын мәніндегі поэзияны біздің адам көп қан құрамын танытпаған, ал оның қан пәзер болған, бәрінде алғыр талғам анықтаған, биік талғам анықтаған дейді. Ал оның қан пәзер болғандығы бойындағы поэзиясын дамытпаған дейді. Сонда шын мәніндегі адамды қан пәзер қылатын адамды негізінен ол поэзияны түсінбеу. Сонда әдебиет негізінен ол поэзия негізі әдебиет деген. Өйткені Акутагава айтады ғой, прозаның өзі бойында поэзия болғаннан кейін ғана проза болып есептеліп тұр дейді. Сонда негізі әдебиеттің негізгі мақсаты ол адамның бойындағы сезімін ояту. Сезім оянған адам ғана ол батыр да болады, ол құрбандыққа шыға алады, ол өзінің сүйгені үшін жаңағы басында тіге алады, өзінің нәпсісін құрбандыққа шала алады. Осының бәрінде шын мәніндегі осы эстетикалық таным бірінші болды. Сондан Мұхтар Шаханов тағы айтады ғой, сұлулыққа әр таң сайын көзіңді сұлулыққа суарудан қашпасаң қартайдың деп алдай көрме өзіңді. Қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан дейді. Сонда қарасаңыздар, сұлулық деген нәрсе негізгі мына әдебиеттің неге біз оқимыз дегенде, өйткені әдебиет бізге сұлулық сыйлайды. Сұлулық болғанда ішкі жан дүниеміздегі сұлулық сыйлайды. Достоевский дұрыс айтады, сұлулық әлемді құтқарып қалады дейді. Ол мына нәпсани сұлулықты айтып отқан жоқ. Өйткені Достоевский айтып отыр ғой, бес романда красота разрушительна дейді. Мына нәпсани сұлулық керісінше ол қиратқыштық, жойқын күші бар екен де. Қаншама адамда. Сонда næгі Мұхтар Шаханов айтады ғой, бір әйелге ел мен ел жалу, жер жастанған боздақтар. Оған куә ана шыңдар қалқиған, құлақтар қалқиған. Сөйтті сан ұрпаққа тұлға болған ақындар бір әйелдің намысын жаңағы. Сонда бұл сұлулық үшін мысалы әлемдегі Троя соғысы, жаңағы бүкіл барлығы осы сыртқы сұлулықтың нәтижесінен болғанда кәдімгідей. Тамаша. Ал сонда осы мәселелерде әдебиет негізгі мәселесі осы оқырманның бойында жаңағы сезімін ояту. Сезімін оянған адам ол жауыз болмайды. Жапон әдебиетіндегі негізгі мына жапон эстетикасының ең үздік үлгісі ол Ясунари Кавабата бар ғой. Сонда ол жапонның негізі сол Ясунари Кавабаталардың жаңағы сезімін, оқырманның сезімін оятқаннан Акутагава жапондар технологияда да жетістікке жетіп жатыр. Өйткені ол сезім адамға шабыт сыйлайды, шабыт арман тудырады, сөз бе? Сөйтіп жаңағы жапондар қазір бүкіл әлемді өзінің ақылмен бағындырып отыр. Оның ар жағында жапон әдебиеті жатыр. Өйткені Олжас Сүлейменовтің бір айтқан сөзі бар. Егер Шекспирдің құбылысы болмаса, ағылшын тоқымастан оқыды дүние келмес еді дейді. Тамаша. Сонда біздің қазіргі кездегі қазақ технологиясы неге дамымай жатыр? Өйткені ана тілі дұрыс дамымай жатыр. Өйткені қазақ айтады, ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді дейді. Ой өсу үшін, технологиялық революция жасау үшін міндетті түрде қазақ әдебиеті деген өте керемет даму керек. Соны оқыған адамдар, керемет режиссерлер сол кезде пайда болады. Қазақ мәдениетіндегі кино түсіретін ұлттық технология сол кезде дами бастайды. Жалпы бүкіл салада біз үлкен жаңағы ырғып секіріп, үлкен секірістер жасаймыз. Тамаша. Енді сұлулық деген кезде Жапон идеалында нағыз ердің қолы қылыштай, жүрегі нәзік гүлдей деген осыдан болып шығып тұр ғой. Әлбетте. Жақсы, енді бір қызығы біз мына Жапон
ақындардың өлеңдерін оқыдым. Белгілі ақын Жанат Әскербекқызының аудармаларын жанрындағы. Бірақ сонда бір қарайтын болсақ, осы өлеңдерде бір символик, зерттеушілер жапон өлеңдері бір символикалардан тұрады. Сөздеріміз онда суреттер дейді. Дұрыс. Бұл мәселе мындай не дейді, бұны прозрение дейді ғой. Мысалы бір өлеңдер бар, мысалы, ол жаңағы өлең арқылы бейнелеп түсіндіретін нәрселер бар. Ал енді мынау қазақ оны ым дейді, мысалы. Жапонның хайку жанры ол ымға негізделген. Ым дегеніміз ол сөзбен түсіндірмейсіз, бірақ сол сөздерді оқыған кезде сіздің басыңызда жарқатаған найзағай сияқты прозрение болады. Соған негізделген. Бұның өзі дзен буддизмде бар, бұны жаңағы сананың айқындалуы деген. Бұл метод. Мысалы сонда қазақ оны ымды білмеген, ымды білмейді дейді, жаңағы бұл ым деңгейіндегі поэзияда өте нәзік. Сонда мысалы біздің кейбір әңгімелерде, астарлы әңгімелерде осы методтар қолданады. Мысалы айтып кетеді, бірақ түсіндірмейді. Талдап жатпайды. Неге? Өйткені талдап жатса, жаңағы сұлулығы кетіп қалады. Жаңағы оны коэн дейді, дзен буддизм. Жаңағы мгновенное прозрение. Хайку соған арналған. Тамаша. Енді жаңа сізде қарайтын болса, осы жапон әдебиетіндегі ерекше бір тұлғаның бірі Юренеско Акутагава. Қазірдің өзінде Акутагава атындағы сыйлық та берілді. Талант жазушылар үшін. Сонда мынау кімнің жаңа сіз өзіңіз айтқан Мурасаки Сикибудың сюжеттері алды дейді, Магатари. Ерекше бір шығармалардың бірі мынау 2,5 беттен тұратын Расимон қақпасы. О, керемет, керемет. Енді осы шығарманы қарап отырып, сіз маман ретінде қандай пікір білдіре аласыз? Бұл шығарманың астары не? Бұл жерде қазақтың бір мақалы бар, дейді. Қазақтың бір мақалы бар дейді. Сұлтанмахмұт қала ақынын, дала ақынын айтысында келтіреді ғой. Сонда дейді, қылышты дейді, өз саныңа соғып көр дейді. Егер ауыртпаса басқаға сал дейді. Сонда бұл жерде мына жаңағы кедейленген самурайдың жаңағы несі, кодекс самурай сақтаған, аштан өлсе де кемпірді көреді ғой. Ол кемпір жаңа нелерді өлген адамдардың шашын қырқып жатады. Сонда самурай айтады, кодекспен айтады да, жаңағы ерді намыс өлтіреді деген кодекс ұстайды ғой. Сіз мына кейуана, сіз мынау өлген адамдардың шашын неге кесіп жатсыз дейді да. Сонда кейуана айтады, балам, мен үйде титтей бала шағам бар, соларға асырауым керек, мен бұдан пари жасаймын, өлген адамға енді шаш не керек дейді да. Сол кезде жаңағы кімнің, самурайдың басында революция болады да, қопарылыс болады. Оған дейінгі ойлап жүрген бүкіл жаңағы самурайлық, жаңағы ұяттан, өлімнен ұят күшті, яғни ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді, малым жанымса жаным, арым сатасы жүрген самурайдың жаңағы ойы төңкеріп түседі, ол ойлайды, егер өлген адамға шаш не керек болса, мынау картайған кемпірге қымбат кимоно не керек дейді, сөйтіп қылышын сыбырып алып кемпірді тонайды. Сонда бұл жердің негізгі идеясы сол. Бұл мораль. Ол егер біз оны, мысалы, өлген адамды, жаңағы эвтаназия деген құбылыс бар ғой. Өлген ауырған адамды, өмірге жарамсыз болған адамды өлтіруге болады, эвтаназия. Сонда Мамардашвили айтады, оны эвтаназия неге қолдануға болмайды дейді. Егер біз адамды өлтіруге себеп тапсақ дейді, ертең басқа себептер пайда болады дейді. Ол прецедент болады дейді. Бұны сондықтан өлген адамды құрметтеу, яғни оған керек жоқ екен ғой деп, онда біз мысалы өлген адам керек жоқ екен деп, мысалы оны көмбей тастап қойса, неге? Өйткені қазақта өзі бар ғой бумеранг философиясы. Атаңа не істесең алдыңа сол келеді сөзсіз. Немесе жаңағыдай соны көрсетіп тұр да шеберлікпен. Соны анау кодекс, самураймен өскен самурайдың санасында қопарылыс қалай өзгеріс пайда болды. Ол қалай өзінің принциптерін сатып кетті. Неге? Оған себепші болған жаңағы кемпір жаңағы өлген адамды тонап атқан. Міне сондай бір керемет бұл шығармада, сондан бұл осы қоғамға да ой салады. Қазіргі сондықтан жаңағы ешкім көрмейді екен деп қиянат жасауға болмайды ешкімге. Неге? Өйткені сен жасаған қиянатың саған қайтып келеді деген сөз ғой. Жақсы. Енді осы жапон әдебиетіндегі мистикалық шығармалардың бірі, бәрімізге танымал Кобо Абенің Бөтен бет шығармасы. Сол шығармада айтады, әр бет біздің әртүрлі 200-міз бәріміз. Әркімге әртүрлі бет көрсетеміз. Сонда бір мынада айтатын бар. Мен қазір 200-ді адамдардың өзін жақсы көре бастадым. Өйткені өмірде 20-100 адамдарды көре бастадым. Дұрыс. Осы рас, мысалы кейбір жағдайларда мысалы адам басқаша көріну керек кездері болады қоғамда. Мұсақ қолық деймін абайда. Бұл қалай мысалы?
екі жүзділік па әлде? Жоқ, бұл былай екі жүзділік деген ол басқа нәрсе. Иә. Бұл жерде мынау адамдардың мысалы осы өмір сүру өнері ғой. Өмір болғаннан кейін мысалы Мамардашвили айтады, философ болу және бірден философ бол және философтың қалпағын киіп жүру ол мүмкін емес дейді. Яғни сен философиялық принциптермен өмір сүре алмайсың, өйткені сені қоғам жек қояды. Сондан сен мысалы есекке мен есекпін деп айтуға міндеттісің, итке итпін деп айтуға міндеттісің. Яғни сен қоғамға бейімделуің керек. Сен өзіңнен дейді, Шопенга говорит, өзін әлдеқайда төмен адамға мен де сен деймін деп айтуға мәжбүрсің дейді. Неге? Өйткені бұл этикет дейді. Этикет неге ойлап табылған дейді? Этикет болмаса ол қоғам бір-бірін жек қояды дейді. Әсіресе адам талантты болған сайын оның төлейтін құрбандығы да көп болады дейді. Тамаша. Жақсы, ендеше бұл күнгі тамаша ойларыңызға бөлісуіңізге рахмет. Бәріміз Жапония әдебиетін тану арқылы өз болмысымызды танып. Рахмет, алла разы болсын.